Менің YouTube каналымдағы көрермендер, баршаңызға қайырлы күн. Жүректен шыққан, көңілге қонымды тақырыптарымды қозғауға дайынмын. Ал сіздер тыңдауға дайын болсаңыздар, әдеттегідей қолдарыңызға өздеріңіздің қойын дәптерлеріңізбен қаламсаптарыңызды алып, мен айтатын кеңестерді жазуға тырысыңыздар. Өйткені дәл қазір қозғайтын тақырып сіздің өміріңізге 99% қатысы бар екеніне күмәнім жоқ. Бүгінгі тақырып проблемамды қалай шешемін. Проблема біздің өмірімізде жиі кездесетін, өміріміздің белгілі бір бөлшегіне айналған, үнемі біз соқтығысып тұратын, үнемі жағдайымызға қарай әртүрлі тараптан бізге кейде соққы, кейде қуаныш, кейде тәжірибе болып тиетін үлкен бір жағдайлар. Ал біз проблеманы көп жағдайда бастапқыда қабылдай алмай, қиналып, жүрегімізге қатты жақын қабылдап, денсаулығымызды құртып, және неге менің өмірімде осындай сынақтар кездесе береді деп сұрақтың астына қалып жататын кездеріміз бар. Ал бірақ білесіз бе, проблеманың өте көп пайдасы бар, және проблема арқылы біз өмірді одан сайын қызықты әрі есте қаларлықтай етіп өткізеді екенбіз. Өйткені енді өзіңізде бір сәт елестетіңіз, өміріңізде ешқандай проблема болмаса, бәрі керемет болса, әрине ол жақсы. Бірақ кейде адамның өсуі үшін де өніп, білім ізденіп, айналадағы адамдармен қарым-қатынасын жақсы бағытқа қарай бұрмалап, өзін де өсіру үшін, белгілі бір жетістікке жету үшін артынан итермелеп отыратын проблема қажет ақ. Ал біз енді көп жағдайда оның тек қана минус тұсын көреміз. Өйткені біздің фокус үнемі минуста жүреді. Біз тек қана бір адамды көріп қалсақ, оның жаман қасиетін көруіміз мүмкін. Бір жұмысты көрсек, оның жаман тұсын көруіміз мүмкін. Проблеманы көрсек, тек қана жамандығына ғана қатты алып, өз-өзімізді бірден тастап жібереміз. Ал білесіздер ме, егер де біздің өміріміздегі сол проблемаларға біз плюс тараптан қарайтын болсақ, ол бізге шын мәнінде өзінің артықшылықтарын сыйлайтын болады. Өйткені өмірде бәрі тәжірибе. Өмірде бізбен соқтығысып кездесіп жатқан проблемалар бізді шын мәнінде өсіреді. Проблемасы бар адам үлкен тәжірибеге ие болады. Мен ешқашан мысалы проблемаларға қатты налып қайғырған емеспін. Аллаға сансыз шүкір. Өйткені біріншіден мен проблеманы психологиялық тараптан дұрыс қабылдай аламын. Екіншіден оны тек шешудің жолын іздеп бастаймын. Ал проблеманы шеше жүріп, менің білім деңгейімнің қай бағытқа қарай өзгергенін, адамдармен қарым-қатынасымның үлкен деңгейге көтерілгенін, таныстарымның көбейіп бастағанын байқаймын. Демек, артынша проблема шешілгеннен кейін ойланам. Егер осы проблема болмаса, менің өмірімде де осындай бір баспалдаққа көтерілу болмас еді ғой деп. Сіз де дәл солай қабылдау керексіз. Яғни, проблемамды қалай шешемін деген тақырыпқа мен сізге 3 түрлі кеңес айтқым келіп тұр. Ең бірінші, болған проблеманы қабылдап үйрену керек. Ауа райына қарайсыз, жауын жауып тұрса, жауынға лайықты сіз киінесіз. Қолыңызға қолшатырды ұстайсыз, сөйтіп шығып жұмысыңызды бітіріп келесіз. Үйде жылап жатып алмайсыз ғой. Тура сол сияқты ауа райын қандай деңгейде өзгерте алмайтыныңызды түсінсеңіз, сіз де болып қойған проблеманы өзгерте алмайсыз. Оны тек шеше алатыныңызды түсіну керексіз. Яғни, қалай істейміз? Өміріңізде бір кедергі тап болды делік. Ол бәлкім ақша мәселесі, мүмкін денсаулық, мүмкін адамдармен қарым-қатынас, әйеліңізбен, күйеуіңізбен ұрсып жатырсыз, бала тәрбиесі дұрыс емес, үнемі бір өміріңізде конфликт пайда болып кетті деп қарайық. Дәл сол проблемаларды сіз қабылдап үйрену керексіз. Яғни, менің өміріме осы проблема келді ма? Жақсы, мен сені шешумен айналсам. Өйткені сен мен үшін үлкен тәжірибесің. Яғни, біз қалай көзқарас танытамыз, бізге ол солай енеді. Яғни, бізге ол солай келеді. Сондықтан, бірінші проблеманы шешудің жолы ол қабылдау. Ауа райын қалай қабылдайсыз? Проблеманы дәл солай қабылдайсыз. Қабылдағаннан кейін тек шешудің жолдарын іздестіресіз. Біз бірден проблема болды, бітті, күйді жанды деп, өз-өзіміздің көңіл күйімізді түсіріп, бірден өзімізді тастап жібереміз. Ал негізінде біз проблеманы шешудің жолдарын қағазға жазып, ол жерден тек плюс дүниелерді көретін болсақ, онда сіздің өміріңізде проблеманың өзін қуанышпен қарсы алатын сәттер келетін болады. Енді менің сөзіме бәлкім күлетін шығарсыз. Еңлік қайдан ол проблема болып жатса, адамның күлуге де жағдайы жоқ. Үнемі уайымдап жүреді, ұйқыдан айырылады, күлкіден айырылады, өмірінің мәні кетеді деп. Жоқ, ол белгілі бір сәтте ғана. Бәрі өткінші.
бәрі өтпелі, бәрі белгілі бір орында тұрмайды. Ешкім мәңгілік емес, проблема да мәңгілік емес. Ал біз оны ойлаймыз ғой, кейде мынандай сәт болатын шығар сізде. Ол менде де жиі болады. Өткен күндерге қараймын да, мен үшін қатты проблема болған нәрсенің бүгінгі күні маңызы жоқ. Тіпті титтей маңызы жоқ та, ойлаңызшы. Кеше сенің өміріңде болып жатқан қатты үлкен деңгейдегі проблеманың бүгін сіздің өміріңізде ешбір құны жоқ. Демек, сіз сол уақытта босқа уақытыңызды жоғалттыңыз, жыладыңыз, денсаулығыңызды құрттыңыз, ақшаңызды кетірдіңіз да, былайша айтқанда. Ал қазір оның ешбір салмағы жоқ. Демек, дәл қазіргі проблемаңызда бір аптадан кейін, бір айдан кейін ешбір сезілмей жойылып кететіндігіне күмәніңіз болмасын. Ол уақытша. Өйткені біз уақытша деп қабылдаған кезде ғана бойымызда бір сергектік пайда болады. Жарайды, шешемін ғой, реттеймін ғой деген бір көңілде тыныштық пайда болады. Егер қатты күйбелең тіршіліктің торабында жүріп, өзіңізді үнемі жоғалтып алып, проблеманың артынан еріп кете беретін болсаңыз, сіз өспейсіз, ешқандай тәжірибе жинамайсыз, өзіңізді тек стресске бейім, күйзелістің шырмауынан шыға алмайтын адамның қатарына қосып қоятын болсаңыз, егер өзіңізді, онда ол проблеманың сізге ешбір пайдасы болмайды. Біз әр нәрседен пайданы көру керекпіз. Әр нәрседен біз өзімізге маңызды инсайт алу керекпіз. Өзіміздің өмірімізді өзгертетін бір кішігірім қағидаларды өзімізге үйрете білу керекпіз. Сол кезде проблеманың өзі сізге бір емтихан сияқты өміріңізді өзгерткен бір сәттер есебінде жадыңызда сақталатын болады. Демек, проблеманы шешудің ең бірінші жолы оны қабылдау. Қабылдағаннан кейін барып, шешудің жолдарын қарастыру. Шешудің жолдарын тапқаннан кейін оны тәжірибе ретінде қуанышпен қабылдау. Демек, проблеманы шешу үшін оны бірінші қабылдау керек. Қабылдай алмай, жер тепкілеп жылап, сабырлық таныта алмай, төзімге мүлде жоқ болып, мінезіңіз өзгеріп, жанып, күйіп жатасыз ба, ол проблема бір орында қозғалмай тұра береді. Ол сізді іштей жей береді, энергияңыз төмендейді, ақшаңыз одан сайын жоғалады, берекеңіз қаша бастайды. Ал сынақ келген сәтте сабырлық танытқан адам ол алтыннан да қымбат, өте көлемді Алла тағаланың марапаттарына ие болады. Ең алғашқы сынақ сәтіндегі соққы сабырыңыздың деңгейін көрсетеді. Егер сіз бір мезетте өмірден қатты удар алдыңыз делге, қатты бір соққы алдыңыз делге, сіз сол сәтте сабыр, мен Алла тағалаға сенемін, өмірім жақсы бағытқа өзгереді, бұны да шешемін, мен Алла тағала назарынан тыс қалдырмаған екен деп қабылдасаңыз, егерде дәл сол сәттерде, онда ол сынаққа танытқан сабырлығыңыз үшін Алла тағала сізді үлкен деңгейде марапаттайды. Сол үшін қабылдаудың деңгейін сабырмен жеңуді, төзіммен көнуді үйрену керек екенбіз. Бұл бірінші ереже. Ал екіншіден, проблемамды қалай шешемін дегенде, мен өзімнің NLP теориясындағы техникаларыма сүйенемін. Яғни адамның миын, ойлау деңгейін, қабілетін зерттейтін сала бойынша мен, ол және камера деген ұғымды қолданамын. Яғни, егер мен бір адаммен конфликтқа түсіп, проблеманың ортасына тап болған болсам, мен өзімді сырттан қараймын. Мынау менмін, мынау ол. Және сырттан қарайсың, камера. Сен өзіңе де, өзге адамға да әділетті болуың керек. Таразы басын тең ұстап, сараптама шығару үшін адам ойланып барып әрекет жасау керек. Мен былай айттым, ал ол осылай айтты. Оның ойы не болды? Неге ол маған осы нәрсені жеткізгісі келді? Неге ол маған айғайлады? Қай сәтте ол ашуланды? Демек, сіз өзіңізге дұрыс сұрақты қоя отырып, дұрыс сұрақ, жақсы дұрыс жауаптың жартысы екендігін ұмытпауымыз керек. Демек, сіз сұрақ қоя отырып, екі адамның арасында конфликтті шеше аласыз. Ал егер тек қана көрпені өзіңізге қарай тартып, өзіңізді ғана мақтап, өз кемшілігіңізді өшіріп тастап, тек плюсыңызды көре беріп, мен дей берсеңіз, мен адамға айналасыз. Және одан проблема шешілмейді, ол керісінше ұлғаяды. Екінші адамда сізді тыңдағысы келмейді, ол айғайлайды, мені тыңда деп. Сіз де айғайлайсыз, жоқ, сен мені тыңда деп. Демек, екі адам арасындағы конфликтте сіз осы болып жатқан ситуацияның сыртынан шығып кетіп, төбесінен қарай білу керексіз. Так, анау келді, маған осылай айтты, мен мынаны істедім. Демек, екеуміздің арамыздағы конфликт не үшін туындады? Мен кінәлі болсам, мен кешірім сұрайын. Кінәлі болмасаңыз да бірінші кешірім сұрауға талпыну керек. Өйткені үшінші қағида проблеманың, шешудің үшінші қағидасы, яғни ол кешіре білудің маңызын түсіну. Проблема көп жағдайда бізде адамдармен туындайды. Байқайсыз ба? Біреу жұмысқа кешігіп келеді, сен онымен ұрсасың, қырылысасың, біреу саған қарызын қайтарам деп, бірақ та ұмытып кетті.
тағы да ренжисің, ата-анаң сені түсінбеуі мүмкін, туған туысқандарың сені өсектеуі мүмкін, айналадағы адамдармен қарым-қатынасың ең төменгі деңгейде болуы мүмкін. Бұның барлығы проблема, иә? Ал бірақ осы проблеманың барлығында сіз адамдарды кешіре білудің маңызын түсінетін болсаңыз, сіздің өміріңізде көп жағдайда проблема тіпті кездеспейді де. Ал мына тұрмыстық тіршіліктегі болып жатқан проблемалар, олар аса қатты адамның көңілінде де, өмірінде де рөл атқармайды негізі. Мысалы қандай проблема болуы мүмкін? Таңертең келе жаттың, офисіңнің кілтін ұмытып кетіпсің. Ал сен офисіңа жетіп қойдың. Менде проблема болып тұр деп, кәдімгідей сен сол жерде алаңдауың мүмкін, бірақ бір сағаттан кейін ол шешіледі, ол саған проблема емес, ол кәдімгі бір болған жағдаят, ситуация өмірдегі. Ал сен сол кезде қатты күйбелеңдікке салынып, әр жерден өз-өзіңді жерден алып жерге салып жүретін болсаң, ол да қателік. Бәлкім сол қайырлы болған шығар, сол кілтті ұмытып кеткенің. Мүмкін сол бір жағдай сенің өміріңе кішкентай бір өзгеріс алып келе жатқан шығар. Біз білмейміз. Біз көп жағдайда сырттан ситуацияны бағалап тастаймыз да, өз-өзімізді жазғырып, бірден күйзеліс состояниесіне кіріп кетеміз. Демек, біз, құрметті көрермендер, бәрін таразылап, ойланып, дұрыс әрекетке қарай бағытталуды әдетке айналдыруымыз керек. Проблема туындады. Бірінші қабылдайсыз. Оның шешудің жолдарын қарастырасыз. Үшіншіден, егер проблема адаммен туындап жатса, яғни конфликт болып жатса, я камера другой. Осы, яғни мен, ол және камера техникасы бойынша сіз проблемаңызға назар аударасыз. 3 позиция деп аталады. Бұл ұғым бізде техника. Сондықтан осыны да өміріңізде қолданып тұрыңыз. Одан кейін барып кешірудің маңызын түсінген адамда өзіңді кешіре білу. Проблема болып қалды. Сен өзіңді ақтайсың, өз-өзіңді кешіресің. Бір адамдар болады да, былай, мен өз-өзімді кешіре алмаймын дейді. Сол сәт үшін мен өз-өзімді жазғырамын, үнемі өкінемін, көңілім көншімейді. Мен өзімді жақсы деңгейде бағалайын десем, сол проблеманы есіме алған кезде өзімді қатты кінәлі сезінемін. Яғни, қараңызшы, кінәлі сезінген сайын сіздің өміріңізде самооценкамен проблема, өзіңізді бағалай алмайсыз, өзге адам алдында үнемі сүмірейіп кінәлі болып жүресіз, жүзіңіздегі нұр кете бастайды. Басқа айналадағы адамдар стрелканы бұрып, сізді кінәлай беретін әдет тауып алады. Өйткені сіз өзіңізді кінәлауға бейімсіз ғой. Өзіңізді қалай өзгелерге таныстырасыз, қалай өзіңіздің презентацияңызды жасайсыз, сізге де дәл сондай қарым-қатынас жасайтын болады. Егер проблемаңызды дұрыс деңгейде шешіп, оны тәжірибеге айналдырып, проблеманың пайдасы бар екендігін ұғынып, оны шешу барысында білім жинап, адамдармен жаңа таныстық орта қалыптастырып жүретін болсаңыз, көп деңгейде сіздің қаржылай, рухани, ішкі сауаттылық, білім деңгейінде мінезіңіз жоғары дәрежеге көтеріледі. Мен сізге кепілдік беремін. Өйткені мені де өсірген проблемалар, мені де өсірген түрлі қарыздар, адамдардың қысымы, кейбір адамдардың сөзі, көзі деген сияқты. Сол деңгейде сен өзің сараптаманы жоғары деңгейде жасай алсаң. Мен үшін ол тәжірибе болды, білім болды, қарым-қатынас орнаттым, проблемамды осындай деңгейде шештім, мен ризамын деп қабылдай алған адам өмірде проблеманың өзін жақсы көріп кетеді. Ал проблеманы жақсы көрген адамға ол қатты жолағысы келмейді, өйткені проблема үнемі негативті адамдардың жанында жүреді. Сіз негативті болып, қайғырып, әр кішкентай бір проблеманы ұлғайтып, яғни түймедей түйедей етіп жүретін адам қатарында болсаңыз, проблема сізге бейім болады. Сізге жабысып алғысы келеді. Ана болады ғой, бір өз ауырғысы келіп жүретін адамдар болады да, үнемі күркілдеп, үнемі мұрнынан су ағып, біресе бас ауырып, біресе бел ауырып, әйтеуір бірдеңе жақпай жүретін адамдар болады. Қырсып, тырысып, оларға да ауру бейім болады. Олар да ауру жақсы көреді да. Соларға жабысып алып, артынан қалғысы келмейді. Тура сол сияқты, егер де сіз өзіңізбен өзіңіздің миыңызды жеп, қайта-қайта уайымдап, қорқып, сөйтіп өмір сүріп жүресіз ба, сіздің де айналаңызда проблемалар айналшықтап сізден кетпейді. Өйткені адам өзіне тән нәрсені тартады. Адамның энергиясы магнит. Сізден негатив шашырап тұр ма? Негативтің бәрін жинай бересіз, сөйтіп өміріңіз өте береді. Ал егер позитив, нұр, көңіліңіз шаттанып, жүзіңіз қуанышқа толы болып жүре ма, сізге жақсылық, сыйлық, қуаныш, марапат, жетістік өздігінен келе беретін болады. Менің айтып отырған бұл әңгімем ертегі емес. Қаншама табысқа жеткен тұлғалардың, жетістік тұғырында жарқыраған әрбір мықты жеңімпаздардың өмір тарихын оқитын болсаңыздар, оның барлығының айтатын оқиғалары осындай сәттермен байланысты. Сондықтан менің берген кеңесім сіздің кәдеңізге жарағанына күмәнім жоқ. Пайдаланыңыз, қолданыңыз, проблеманы оңай шешіп үйреніңіз.
келесі видеомда жүздескенше.